Сәлеметсіздер ме? Мен Едігеева Лейла Исабекқызы, Атырау қаласы Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғарғы колледжінің кәсіби ағылшын тілі оқытушысымын. Білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық инновациялардың халықаралық жәрмеңкесіне арналған шеберлік сыныптарымды ұсынамын. Сабақ барысында Singling, Nearpod, Edpuzzle, онлайн тестпад платформаларын қолданамын. Singling платформасы арқылы сабаққа арналған интерактивті блок схемалар дайындауға болады. Бұл платформаны жеке қорғаныс құралдары тақырыбындағы сабағымда жаңа материалдарды түсіндіру үшін қолдандым. Суретте әртүрлі белгілер көрсетілген. Әр белгіге басқан сәтте құралдардың атауы және оларға қосымша ақпараттар енгізілген. Яғни YouTube немесе басқа да платформаларға сілтеме, суреттің анықтамалары, аудиоматериалдар. Nearpod мұғалімдердің сабақтарға арнап таныстырылымдар жасауына және оларды студенттерге тура сабақ уақытында көрсетуіне мүмкіндік беретін платформа. Платформаны қауіпсіздік белгілері тақырыбындағы жаңа лексикамен таныстыру, жаттықтыру бағытында қолдандым. Студенттер бұл әр белгілердің анықтамаларын тауып сәйкестендіру керек. Edpuzzle платформасы арқылы бір бейне негізінде интерактивті викторина жасауға болады. Сабақты бекіту, қорытындылау кезінде қолдануға тиімді платформа. Бұл студенттердің жазылым және тыңдалым қабілеттілігін дамытуға бағытталған сабақтың көрінісі. Студенттер сабақ барысында сілтеме арқылы қосылады және видеоны бірігіп қарайды. Видеоролик астында бірнеше белгі көрсетілген. Әр белгіге тоқтаған сәтте бірнеше жауаптың біреуін таңдаңыз немесе ашық сұрақтарға жауап жазыңыз деген секілді тапсырмаларға студенттер жауап береді. Сонымен қоса студенттердің жауабын тексеріп, олармен кері байланыс жасауға болады. Онлайн тестпад, тесттер, сауалнамалар, логикалық ойындар құруға арналған платформа. Студенттер сабаққа сілтемемен қосылған кезде оларға мәтін және аудио көрсетілген. Бұл жаттығулар студенттердің оқылым және тыңдалым қабілеттіліктерін дамытуға бағытталған жаттығулар. Келесі жаттығулар шашыраңқы сөздерден сөйлем құрастыру және шашыраңқы әріптерден сөз құрастыру. Яғни бұл жаттығулар сөйлемнің грамматикалық құрылымына және дұрыс жазылу қабілеттіліктерінің дамуына бағытталған. Сонымен қоса осы платформа арқылы да студенттердің жауабын тексеріп, олармен кері байланыс жасауға болады. Осы платформалардың барлығын бір сабаққа қолдануға болады, немесе оқу топтарының қабылдау деңгейіне байланысты бөлек қолдансаңыздар да болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.